кісіге ақша бердім, өткеннен ол қарны ашқан болып отыр екен деп ойладым. Мен күнде көремін, сосын мен оны қорықпаймын. Онан қорықпаймын. Менің қызымның жаңа істеген қайырымдылығы туралы әлеуметтік желілерден көріп таң қалдым, бірақ өйтіп Қазақстан аумағы бойынша түгел тарап кетеді деп ойламаппын. Өте қуанышты, мақтанып тұрмын қызымның ісімен. Енді ол негізі планшетке жинап жүрген, өзінің қалтасына салатын ақшаларымды саумай планшетке жинап жүрген. Бірақ сол ақшаны сол жағдай мүшкіл адамға бергісі келіп шешкен екен. Онан қорықпаймын.